Бәрін сәлемдер, сіздермен бірге мен Теодор. Бүгінгі видео қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен мта, яғни мтаны қалай жазу керек, сол туралы үйрететін боламын. Бірінші, мтаның таза түрі керек, ешқандай модсыз. И сразу айтып қойын, если сіз GTA San Andreas'ың өзіне мод жазатын болсаңыз, мта жасамай қалады. Білмеймін, сондай бір нәрсесі бар. Файл ауысып кете ма. И в общем, скачать дегенді басасыздар, скачать для Windows деген. Я потом сіздер, если Google болса, астында былайынан загрузкасы толады. Менде Яндекс болғаннан кейін төбесінде толады. Осыны толған күтеміз. Осы толып біткеннен кейін бірақ жолығамыз. Мінекей достар, біздің мтамыз жазылып қалды. Осындай файл дейма. Осындай окошко ашылады. Гайс, күтетіңіздер. Достар, егер осы видеоны арнаға жазылып лайк басып отырсаңыздар, алда талай қызықты видеолар шығады. Бұл менің алғашқы видеом десе де болады, если алдындағы хайлайттарды санамаса. Сетуп ба, соны басамыз. Сөз осылай загрузкасы толады, или оны соны былайынан алып рабочий столға шығарып алса болады. Менде кішкене что-то загрузкасы ұзақ болсын, обновить ете салайын деймін. И күтеміз тоже тағы толған. Достар, арнаға тіркеліп лайк басып отырайық. Если видео ұнаса, сіздерге керек болып жатса. Мінекей достар, біздің загрузкамыз толып бітті. И осы жерде біз далее дегенді басамыз, және де өзіңіз қай файлға сохранить етсеңіз болады, соны таңдайсыздар. Негізі өз қай жаққа сұрап тұр, сол жақты таңдаған дұрыс болады, ешқайсысы тиіспей. Далені басамыз. Версия таңдайсыздар, русский немесе английский. Бұда да далені басамыз, өздеріңіз таңдап. И тоже далее. Онке установить. Тағы загрузка болады. Мінекей достар, үшін бізден загрузкасы толып бітті. Завершить дегенді басамыз. И неден шығып кете саламыз. И достар, біз мтаны жазып, GTA San Andreas'ты жазып болдық. Енді бізге мтаны ғана жазып қалды. Мына ортасында тұрған кнопканы басамызда, сіздікі қандай Windows 10, Windows 8, Windows 7 дегендер сияқты. Мына Windows 7-тен бастап жоғары қарай, если сіздікі Windows болса осыны, ал егер осы болса осыны таңдайсыздар. Менікі Windows 7, сондықтан осыны таңдайсыз. Если Windows 10 болса да соны таңдайсыз. Windows болса болды. Тағы загрузкасы толады, достар. Өтінем сіздер қайталап айта береді дейтін шығарсыздар, бірақ маған бұл өте маңызды. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Достар, бұл мта 1.5.8, яғни осы 2021-де шыққан ең соңғы мта версиясы. И запустить дегенді басамыз. И Россия деген таңдаймыз. Язык. И на тот или регион, например. Только Россия деген ғана басқан екен. И далее. Применить. Далее. Дұрыс файл, GTA San Andreas'ы дұрыс файлға скачать етпесеңіз, мта оны таппай қалады, и сізде GTA San Andreas жоқ деп бір нәрселер шығарып. Оны сіз өзіңіз басқа файлға қойып, егер қай файлға қойғаныңызды білсеңіз, назатты басып, GTA San Andreas тұрған файлды таңдай аласыз. Мен жаңа ешқайсына тескен жоқпын. GTA San Andreas'те де мтада ешқандай файлға ауыстырған жоқпын. Өз қаяқты сұрап тұрды, сол жаққа қарай қойдым. И үшін өзі оңай тапты. Міне одан кейін запустить дегенді басасыз.
готовыны басып мына галочка тұрса сразу ойынға кіреді, ал если ойынға кірмей қоя тұрсын десеңіз, онда галочканы алып тастай саласыз. Маған очень керек, сразу мен готова дегенді басам. Мінекей достар, біздің матамызға кірдік. Бұл жерде үшін подключение дегенді басып, әртүрлі серверларға кірсеңіз болады. Интернет дегенді бассаңыз, әртүрлі сізге серверларды ұсынады. Ал если сізге кәдімгі өзіңіз бір ютубердің серверіне кіргіңіз келсе, мына жерге жазасыз. Және де настройкаға кіріп, мына жерге өзіңіздің атыңыз жазасыз, қандай керек, мысалы менің атым. Мына осындай қылам. Мына жерде өзім графикаға кіріп, графикаларыңызды өзгертсеңіз болады. Если сізде қатып жатса, разрешение былай түсіріп қоя аласыз. Если қатты жаман қатып жатсам, сізден мынандай разрешениемен ойнауға мен өзім кеңес бермеймін. Өйткені ойын жаман болып кетеді ішінде. Білмеймін, өзім ойнап көріппін. Тек ең астына тұрған жаман сақтап тұр. Мен өзім осы немесе осы разрешениеде ойнаған жақсы. Өзіме нормально қатпайды. Эффект дейді, одан кейін клавиши дегенге кіріп, өзіңізге керек кнопкаларды таңдайсыз. Огонь типа ұру, номерді басса азы, номерді басса ұрады деген сияқты. Осылай. Сіздермен бірге болғанымен жатыр. Бүгінгі видео осымен тәмам. Арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Все, давайте.